Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен 8-демін». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Мне 8 лет». Сабағымызды бастамас бұрын, балалар, жаңа сөздермен таныс боламыз. Давайте, ребята, знакомимся сначала с новыми словами. Нешедесің? Сколько тебе лет? 7-демін. Мне 7 лет. 8-демін. Мне 8 лет. Жақсы көремін. Люблю. Келесі, балалар, тыңда, қайтала, оқы. А теперь, ребята, прочитаем и переведем, что говорят ребята. Мен 8-демін. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мен спортты жақсы көремін. Мне 8 лет. Я учусь во 2 классе. Я люблю спорт. Мен 7-демін. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Мен қуыршақты жақсы көремін. Мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Я люблю куклу. Мен де 7-демін. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мен қонжықты жақсы көремін. Мне тоже 7 лет. Я учусь во 2 классе. Я люблю медвежонка. Келесі, балалар, 2-ші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Теперь, ребята, мы должны дополнить предложение, вместо цифры вставляя слова на казахском языке. Вы же видите цифру, да? 7, 1, 8, 3, 6 и 2. 7, 7. 1 будет на казахском. 1. 8, 8. 3, 3 саны қазақ тілінде. 6, 6, 2, 2. Мен 7-демін. Менің 1 арстаным бар. Мне 7 лет. У меня есть 1 лев. Мен 8-демін. Менің 3 қояным бар. Мне 8 лет. У меня есть 3 зайчика. Мен 6-дамын. Менің 2 аюым бар. Мне 6 лет. У меня есть 2 медвежонка. Келесі бізде 3-ші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қоямыз, балалар. Мы должны дополнить предложение, вставляя слова вместо картины. Менің 1 қояным бар. У меня есть 1 зайчик. Менің 2 қояным бар. У меня есть 2 зайчика. Менің 3 қояным бар. У меня есть 3 зайчика. Менің 4 қояным бар. У меня есть 4 зайчика. Менің 5 қояным бар. У меня есть 5 зайчиков. Жарайды, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. До свидания, ребята.